Саламатсыздар ма балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы сағат. Бүгінгі сабақта бір сағаттың ұзақтығын білетін боласың. Суретке қарайық балалар. Сағат берілген. Сағат бұл уақыт аралығы. Бір сағатта 60 минут бар. Сағаттық тіл бір саннан келесі санға жылжығанша минуттық тіл толық бір айналым жасайды. Минуттық тіл 12-ні көрсеткенде, сағаттық тіл сол мезгілдегі сағатты көрсетеді. Суретке қарайық балалар. Сіздерге сағат берілген. Енді соның уақытын анықтайық. Бірінші сағатта қандай уақытты көрсетіп тұр? Сағат 1-ді көрсетіп тұр. Ал екінші суретте сағат 2-ні көрсетіп тұр. Ендеше бірінші мен екінші сағаттың арасында қанша уақыт өтті? 1 сағат өткен екен, дұрыс. Екінші мен үшінші сағаттың арасында қарап алыңыздар. Онда да дәл солай 1 сағат өткен. Тапсырма. Сағаттар қай уақытты көрсетіп тұр? Қарайық, кәнеки А суретінде қай уақытты көрсетіп тұр? Сағат 3-ті көрсетіп тұр. Ә суретінде сағат 11-ді көрсетіп тұр. Б суретінде сағат 8-ді көрсетіп тұр. В суретінде сағат 1-ді көрсетіп тұр. Г суретінде сағат 7-ні көрсетіп тұр. Және Г суретінде сағат 4-ті көрсетіп тұр. Балалар, есте сақтап алыңыздар. 1 сағатта 60 минут бар. Келесі тапсырма сіздерге шығарып көр. Маржан үй тапсырмасын 1 сағатта орындады. Ал Айжан үй тапсырмасына 10 минут кем жұмсады. Қыздардың әр қайсысы үй тапсырмасын неше минутта орындады? Сен қалай білдің? Кәнеки, соны тауып көрейік. Бірінші Маржан үй тапсырмасын 1 сағатта орындады. 1 сағатта неше минут бар? 60 минут бар. Ал Айжан үй тапсырмасына 10 минут кем жұмсады. Кем жұмсады десек, балалар, қандай амал қолданамыз? Азайту амалын. Ендеше 60 минуттан 10 минутты азайтамыз. Тең болады 50 минут. Сұраққа жауап берейік, кәнеки. Қыздардың әр қайсысы үй тапсырмасы неше минутта орындады? Маржан 1 сағатта, яғни 60 минутта, ал Айжан 50 минутта. Келесі тапсырма тағы да сіздерге сағаттар қай уақытты көрсетіп тұр? Кәнеки, бірінші сағат қандай сағатты, қай уақытты көрсетіп тұр? Сағат 1-ді көрсетіп тұр. Екінші сағат 4-ті көрсетіп тұр. Және үшінші суреттегі сағатымыз неше? Сағат 6-ны көрсетіп тұр, балалар. Өте жақсы. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.